Менің атым Кизилова Валерия Сергеевна. Ұлтым орыс, жасым 18-де. Қазір мен Қарағанды қаласының банк колледжінде әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша оқып жүрмін. Орыс тобының 2-ші курс студентімін. Қазақ тілін меңгеруімнің бастауы 3 жасымда мені ата-анам қазақ балабақшасына берді. Себебі олардың ойынша мен Қазақстанда тұрып мемлекеттік тілді білуім керек деп маған айтты. Анамның аты Кизилова Марина Владимировна, әкемнің аты Кизилов Сергей Анатольевич. Бастауыш сыныпта менде керемет ұстазым болды. Өз отбасымда ешкім қазақ тілін білмейді, бірақ өзімнің қызығушылығымен мен үй тапсырмасын орындаған болатынмын. Менің ұстазым Құдуақасова Баян Тетелеевна қазақ тілін үйретіп, мен болашағыма қол созды. Ол кісі жұмыстан келген соң маған үй телефонын соғып, үй жұмысын орындауға көмектесетін. 5-ші сыныпқа дейін мен үздік оқушы болдым. Осы уақыт ішінде жеткен жетістіктерімді айтар болсақ, мен қазақ тіліне қатысты түрлі олимпиадалар мен жарыстарға жиі қатыстым. Мұғалімдер өз мектебінде жақсы баға алу үшін мені үнемі түрлі байқауларға жіберетін. 9-ші сыныпта қазақ тілі пәнінен республикалық олимпиадада 1-ші орын алдым. Қазақстанда тұратын әрбір азамат жалпы қазақ тілін білуі керек деп ойлаймын. Себебі қазақ тілі біздің мемлекеттік тіліміз.